Аксонометриялық проекциялардың негізгі түсініктері. Стандартты аксонометриялық проекциялар. Дәріс жоспары. Аксонометриялық проекциялар туралы ұғым. Аксонометрияның негізгі теоремасы. Стандарт аксонометриялық проекциялар. Аксонометрия грек тілінде аксон ось метро өлшеймін. Аксонометриялық проекциялар объектіні бір проекциялар жазықтығына параллель проекциялау арқылы алынады. Проекциялау бағытына байланысты аксонометриялық проекциялар қиғаш бұрышты немесе тікбұрышты болады. Егер проекциялау бағыты аксонометриялық проекциялар жазықтығына перпендикуляр болса, онда аксонометриялық проекция тікбұрышты деп аталады. Аксонометриялық проекциялар қиғаш бұрышты деп аталады. Аксонометрияның негізгі теоремасы. Координаталық осьтердің аксонометриялық проекциялар жазықтығына қатысты орны мен проекциялау бағытын өзгертсе, аксонометриялық осьтердің өзара орналасулары мен бұрмалану көрсеткіштері де өзгереді. Бұл байланыс аксонометрияның негізгі теоремасында тұжырымдалады. Жазықтықтағы бір нүктеден шығатын қалауымыш алынған үш кесінді кеңістіктегі бір нүктеден шығатын өзара перпендикуляр тең кесінділердің параллель проекциялары бола алады. Бұл теореманы алғаш рет неміс геометрик Польке 1853 жылы ұсынған. Аксонометрияның негізгі теоремасына сүйене отырып, аксонометриялық осьтер ме бұрмалану көрсеткіштерін қалауымыш алуға болады деуге болады. Бұрмалану көрсеткіштері мен проекциялау бағытының арасында мынадай байланыс орындалады. Мұндағы проекциялау бағытының аксонометриялық проекциялар жазықтығымен жасайтын бұрышы. Бұл формула тікбұрышты аксонометрияның негізгі формуласы деп аталады. Стандарт аксонометриялық проекциялар. Мест 2.317-2011 аксонометриялық проекциялар стандарты аксонометриялық проекциялардың 5 түрін тағайындайды. Тікбұрышты изометрия. 2. Тікбұрышты диметрия. 3. Қиғаш бұрышты фронталь диметрия. 4. Қиғаш бұрышты фронталь изометрия. 5. Қиғаш бұрышты горизонталь изометрия.